Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сандарды қосудың және азайтудың ауызша тәсілдерінің екінші сабағына келдік. 23 санына 7-ні қалай қосамыз? 23 дегеніміз разрядты қосылғыштарға жіктейтін болсақ, 20 мен 3-дің қосындысы екен. Алдымен 20-ны жазамыз, өйткені 20 ол 2 ондық. Ондық бізде біреу. Қосу жақшаға біз мына 3 пен 7 бірліктерді жазып аламыз. 3-ке 7-ні қосамыз. 3 бірлікке 7 бірлікті қосамыз. 20 алдымен жақшаның ішін орындаймыз. 3-ке 7-ні қоссақ 10 болады. Ойымызға сақтап аламыз. 20-ға 10-ды қоссақ 30 болады екен. Ал енді 30-дан 7-ні қалай азайтамыз? 3 ондық және 7 бірлік. Енді 0 бірліктен 7 бірлік алынбайды. Сондықтан біз мына 3-дің 1 ондығын мына 0-ға қарсыға береміз. 3-дің 1 ондығын береміз. Сонда 20 мен 10-ның қосындысы. 3-дің 1 ондығын 0-ге берген кезде онда 2 ондық қалды. 20 және 10. Енді 20-ны біз жақшаның сыртына шығарамыз. Өйткені 1 ондық. Енді 10-нан 7-ні азайтамыз. Жақшаның ішіне 10 және 7. Тең 10-нан 7-ні алсам 3 болады. Ойымызға сақтаймыз. Мұнда қосамыз. 20-ға 3-ті қоссақ 23 саны шығады екен. Келесі 26-ға 24-ті қалай қосамыз? Мұнда қарасаңдар балалар, 2 ондық және 2 бірліктен. 26 дегеніміз 20 мен 6-ның қосындысы, 24 дегеніміз 20 мен 4-дің қосындысы деп жіктеп аламыз. Енді біз ондыққа ондықты қосамыз, бірлікке бірлікті қосады екен. Алдымен жақшаға 20, қосу 20, қосу екінші жақшамызға енді бірліктерді қосамыз. 6 бірлікке 4 бірлікті қосамыз. Тең 20-ға 20-ны қоссам 40 болады. Ойымызға сақтаймыз. 6-ға 4 қоссам 10 болады. Енді екі жақшадағы шыққан сандарды қосамыз. 40-қа 10 қоссам 50 саны шығады екен. Енді 50-ден 24-ті қалай азайтамыз? Жаңағындай 0-ға 1, 5-тің 1 ондығын береміз. Сонда 5 ондықтан 1 ондығын 0-ға берген кезде мұнда 4 ондық қалды. 40 және 10 деп жүктеп аламыз. Енді біз 24 дегеніміз 20 мен 4-тің қосындысы екен. 40-тан 20-ны аламын. 10-нан 4-ті азайтады екен. Жақшаның ішіне бірінші 40 азайту 20 деп жазып аламыз. Қосу келесі жақшаға 10 азайту 4. 40-тан 20-ны алсам 20 қалады екен. 10-нан 4 алсам 6 қалады. Сонда 20-ға 6-ны қоссам 26 саны шығады екен. Балалар, сабақ ұнаса, лайк басуды ұмытпаймыз.